18 мамырда Ридзерде мұражайдағы түн акциясы өтті. Мұражайшылар келушілерін түн ортасына дейін қабылдап, түрлі тақырыптар мен мүдделер бойынша алаңшаларын ұйымдастырды. Халықаралық мұражайлар күні біздің Ридзерлік тарихи өлкетану мұражайымыз дәстүрлі акциясын өткізді. Мұражайдағы түн 2022-ні балалар жылына арнады. Ридзерский историко-краеведческий музей. Бұл акцияны Ридзерлік тарихи өлкетану мұражайы 2017 жылдан бері өткізіп келеді. Өкінішке орай соңғы 2 жылда пандемия салдарынан бұл акция өткізілмеді. 2022 жылы көптен күткен акция өткізілді. Қуаныштымыз. Қызметкерлер барлығы аса қобалжумен дайындалды. Бағдарлама келушілер үшін өте қызықты. Әр алаңшада біздің қорымызды пайдаландық. Сонымен қоса түрлі интерактивтік көрмелер де ұсынылды. Оларда ересектер мен балалар тарихқа үңіле алды. Ридзердің кішкентай тұрғындарына бірнеше қызықты алаңшалар дайындалған. Археологиялық, тарихи, шығармашылық, музыкалық және спорттық. Мы пришли сегодня с дочерью. Мұражайға біз қызымыз екеуміз келдік. Бірінші рет келіп тұрмыз. Бізге өте ұнап жатыр. Ойын сауық өте көп жаңа білім алдық. Берегиня, Дружане ансамбльдарының концерттік бағдарламалары, тамыр пластикасы, ағаш кесу, ағашқа жазу бойынша мастер-класстар, қазақ ұлттық әрі спорттық ойындары балаларды ұзаққа баурап алды. Жас меймандар археологиялық бұрышта алғашқы жаңалықтар ашты. Мы делаем куколку-брошу такую. Біз балалармен қуыршақ жасадық жіптерден. Картонға жіпті ораймыз, орап болған соң байлаймыз, картоннан аламыз. Шашы мен қолдарын да солай ораймыз да, барлығын құраймыз. Қыздар көп осындай қуыршақ жасады. Оларға ұнап жатыр. У нас площадка народные казахские игры. Біздің алаңшамыз қазақ ұлттық ойындары. Қазақтың бәйге, теңге алу, көкпар, қыз қуу, алқа лақтыру ойындары өте қызықты. Балаларға қызықтысы асықтар ойыны. Асықтарды лақтырып ойнайды және өте қызық ойын теңге алу. Показываем, рассказываем, как можно. Біз тамырдан, бұтақтан фигураларды қалай жасау керектігін айттық. Бір тамырды алып көрсетіп едім, әр бала өз көргенін айтты. Біреу балықты, біреу лешиді, біреу мүйіз тұмсықты көрді. Оларға өте қызықты. Площадка называется «Археология, наука». Біздің алаң археология қолдағы күрекпен ғылым деп аталады. Мұнда алғашқы қауымдық құрылыс ұсынылған, тас дәуірі. Сібір археологиялық бөлімімен дәлелденген, сынақтан өткен тас құралдары ұсынылған. Олар бұл артефакттарға алғашқы адамның қолы тигенін дәлелдеген. Қызмет еткен алаңшалардан тыс балалар мен ересектер жаңартылған мұражайлық экспозицияларды көре алды. Мұражайдағы түн акциясы 23:00-ге дейін ұзады. Келушілер үшін кіру еркін болды. Мұражайлық түн тартымды әрі танымдық болып, жаңа таныстық пен жаңа эмоциялар сыйлады.